Сәлем достар, бүгін бізде өте оңай чебуректер. Бізге керекті заттар қайнаған су және тұз керек, ұн керек. Суымыз міндетті түрде қайнаған болу керек және кішкене салқын, қоңыр күйіп қалмайтындай байқайсыз. Тұзды араластырып, жылы суда ертіп аламыз. Ұнымызға шамалыдан жылы суымызды құя отырып, жұмсақтау қылып, қатты қылмай, қатты да жұмсақ қылмай, шамалы нанымызды елеп аламыз. Нанымызды елеп, тындырып, ортасына қарата елеп отырамыз. Сосын теріс жағымен төңкеріп қоямыз нанымызды. Бетін салафанмен жауып, видеодағыдай жылы жерге бетін жылы матамен жауып қойыңыздар. Кем дегенде 10 минуттан соң тағы да келіп, нанымызды алып, тағы бір басып қоямыз. Нанымыз тынған сайын дәмі кіріп, арасындағы тұрған нандарымыз одан ары дәмі кіреді. Келесі кезекте салмасына бізге фарш керек және пияз керек. Мен пиязды, чеснокты бәрін дайындап алдым. Массировкадан өткізіп алдым. Қолмен турасаңыздар өте ұсақтап, жіңішкелеп турасаңыздар болады. Және дәміне қаратай қара бұрыш саламын. Көп заттың қажеті жоқ. Және де дәміне қаратай тұз саламын. Чебуректердің дәмін пияз көп болған сайын дәмі күшті болады. Және де кішкене сұйық май қосамын. Егер де сіздің жаңағы салмаңыз құрғақ болса, көбірек сұйық май қоссаңыз болады. Тұзын саусағымызды салып көреміз. Кішкене дәмі кіру үшін басып қоямыз. Келесі кезекте нанымызды аз-аздан алып, бір-бірден алып, көп ұн сеппей, жақсылап, жұқалап жайып аламыз. Өте қалың болмау керек, өте де жұқа болмау керек. Қуырып жатқанда тезіліп қалуы мүмкін. Сондықтан орташа болу керек. Осындай доңғалақ ыдыспенен жан-жағын айландыра отырып форма жасаймыз. Ортасына салманы бір шетіне саласыздар. Себебі біз екінші жақ бетіменен нанымызды шабамыз. Сол үшін бір жақ жаны бос болу керек. Фаршты көп қып салмаңыздар. Себебі қатты болып піспей қалып жатса, ортасы шикі болып қалады. Шеттерін әсемдік ретінде вилкаменен өстіп істесеңіздер болады. Келесі бетінде жасауға болады, немесе жасамай қойсаңыздар да болады, бірақ мен жаңағындай суы шығып кетпес үшін міндетті түрде келесі бетінде вилкаменен жабыстырып аламын. Ұнды көп қоспаңыздар, себебі ұнға аунатқан сайын майыңыз қызған кезде қарайып кетеді. Қалған соңғыларын пісіріп жатқан кезде майыңызды күйдіріп жіберу мүмкін, көп ұн сепкендіктен. Аз отқа қызып тұрған майға чебуректерімізді саламыз. Содан соң қатты қызғаннан кейін жайлап астын басамыз. Асты жақтан қарап отырамыз, күйіп кетпесін. Біздің нанымыз жұқа болғандықтан тез күйіп кетуі мүмкін. Аз отқа пісірсеңіз, ішіндегі салмасы да жақсы болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Әлі де жақсы, өте жеңіл рецепттермен бөлісетін боламын.